Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Қалайсыздар? Барлығыңызға қайырлы кеш. Мына біздің енді өткізгеніміз. Так, неше штук екен? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 штук екен. Түгел екен енді өткізгеніміз. Бізде бүгін жақсы жаңалықтар да бар, жаман жаңалықтар да бар. Біздерде бүгін қоянымыз туған екен. Мына қоянымыз туған. Мінекей, бұл қоян менде 8 штук тут. Мынауның өткендегі видеода мына қоян тут 21-ші көжектері тәтті өсіп қалып. Мына қоян менің 8 көжек туған екен. 8 көжек туған, оның біреуін 8-дің 3-і өліп қалды. Мына арасында жатыр, міне. Терлей. Өліп жатыр, мен тапап жатыр, мінекей өліп қалған. 3-і өліп қалды. Содан кейін 3-і өліп қалды. Содан кейін енді көреміз, енді 5 көжек қалды. Енді ала берсе өсіп кетер деген ойда. Бізде қалған енді өткілі. Содан кейін бізде мына қоян туып. Мына қоян жүн ештеңе тұстамай, былай бір штугын қақ ортасына таңертең туып тастаған. Оны алып лақтырып тастадым. Енді қайтадан туады. Бұл тағы да бұның ішіне қарадым. Балдары жүр. Сол түсінбей жатырмын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл қалай туып тастады? Тек қана бір штук жүнін ештеңесін тастамай. Сол туралы комментарий жазып кетіңіздер, міндетті түрде қарайтын боламын. Жала берсе осы қоянды туып қалу керек. Бізде еркек қояндар. Мына дайындап жатырмын союға. Енді өткер осы, берсе ертең еркегіміз кетеді. Сосын тағы да ішінде бір 6 енді өткер кететін. Солар кетеді. Бізде мында қаздарымыз тұр, міне. Мына қазымыз жұмыртқа туып жатыр. Мынау басып жатыр. Мынаның астында мана тұрғанда қарап едім, келгеннен кейін тұрып кеткен. 4 жұмыртқа қалған. Бір жұмыртқасын жарып тастаған. Қалай жарып тастады, оны түсінбей жатырмын. Мен ойлаймын, мынаның ішіне барлық қамалғанда қаздардың барлық ананың үстіне мініп алады. Қуғанда бүйтіп кіріп кетеді, қорқып. Сол себепті жұмыртқа жарылып қалған шығар деп ойлаймын ауырдан. Содан кейін бізде мына қазымыз мінекей жұмыртқа туғысы келіп жатыр. Сатып жіберейін деп жатыр едім, жұмыртқа туғасын сатпай қалдым. Қазір кешкі видео бізде осы. Қазір суын барлығын құйып қоюым керек. Барлығына, қояндардың барлығына жемін суын бәрін берем. Тағы да мен түнде туып қалған жағдайда әйтеуір астарында жем суы болады. Сосын бізде мына екеуі туады. Ала берсе, осы екеуін бөлуім керек. Жүндерін жинап жатыр, ана мойында. Ала берсе, бұл екеуі де туатын болады. Бұл екеуін енді сеткі жоқ, пока бөліп тастайтын. Ала берсе, бұларды да бөлетін болам. Мынаның біреуін мынаның ішіне тастаймын. Мында көжегімен қоянды мында өшіретін боламыз. Осыған әкеліп қоямыз. Содан кейін анадан ба, или бір ғашын анда жіберіп, анда бір еркекті бір жерге алып келу керек болып тұр. Әзірге осы бізде жаңалықтар. Осы қазымыз жұмыртқалап туып жатыр, біреу басып жатыр. Бізде бір қоянның 8 көжек туған, оның 5-і қалды, 3-і өліп қалды. Өкінішке орай. Осы бізде ана жерде тағы бір қоян туды. О да солай. Тек қана бір штук туды, ол енді. О да өліп қалды, олмен. Тағы да туады деген ойдамыз. Әзірге видео осы. Келесі видеода балапандарын түсіретін болам. Ала берсе, біздің каналдарымыздың екеуіне де жазылыңыздар. Әзірге кездескенше жақсы сау болыңыздар.